Бүгінгі біздің лекциямыздың тақырыбы мемлекеттік қызметшінің этикасы және имиджі. Негізгі сұрақтар: мемлекеттік қызметте неге этикаға мән береміз? Мемлекеттік қызметшінің жағымды имиджін қалай қалыптастыруға болады деген сұрақтарды талдағымыз келеді. Жалпы соңғы кездері біз айтып жатырмыз, мемлекеттік қызмет этикамен тығыз байланысты деп. Себебі мемлекетті басқарудың тиімділігі осы этикалық қызметтің этикаға байланысты болып отыр. Адамдардың моральдық мәдениетіне, моральдық этикалық ұстанымдарына тікелей байланысты. Әрине, айтуға болады, мемлекетті басқарудың тиімділігі тек қана этикалық құндылықтармен, этикалық ұстанымдармен өлшенбейтіні белгілі. Но дегенмен де соңғы кездері мынау соңғы қабылданған заңдарға байланысты, мемлекеттік қызметтерді модернизациялауға байланысты этикаға ерекше мән беріп отырмыз. Себебі халық пенен биліктің арасындағы қарым-қатынасты нығайтудың бірден-бір жолы, халық пен биліктің арасындағы арақатынасты жақындастырудың бірден-бір жолы осы этикалық кодексті сақтауға тікелей байланысты. Сонда мемлекетке деген сенім халықтың тарапынан арта түседі, халықтың мемлекетке деген сенімі артады деген ойды айтқым келеді. Бұл біріншіден. Екіншіден, қоғам орнында тұрған жоқ. Қоғам дамыған сайын қоғамның азаматтарға, мемлекеттік қызметшілерге жалпы қойылатын талапта күшейе түседі. Яғни азаматтық қоғам дамыған сайын мемлекеттік қызметке этикалық талаптардың күшеюі бұл объективтік заңдылық деп тануға болады. Этикаға байланысты тағы да бір айта кететін мәселе бұл меритократия мәселесі, патриотизм. Мемлекеттік қызметшілердің моральдық этикасының бірден-бір көрінісі болып есептелінеді. Халыққа адал қызмет ету, мемлекеттік қызметшілердің моральдық этикалық қасиеттерін дамыту, бұл бүгінгі күннің талабы. Өздеріңіз білесіздер, этика бойынша өкілеттік институттар құрылып жатыр. Қоғамдық санада мемлекеттің беделі осы этикалық талаптарды сақтаумен тікелей байланысты болып отыр. Міне, осы айтылған сұрақтардың аумағында ой түйіп қорытынды жасайтын болсақ, бүгінгі күнде, яғни этика мәселесіне қоғам тарапынан, мемлекет тарапынан үлкен жаңағындай талаптар қойылып отыр. Мемлекеттік қызмет тек қана мемлекеттегі қызметті атқарумен шектелмейді. Мемлекеттік қызметте адамдармен қарым-қатынас, қоғаммен қарым-қатынас, жалпы қоғамның институттарымен қарым-қатынас арқылы көрінеді, өлшенеді. Сондықтан да мемлекеттік қызметке ерекше мән беру бүгінгі күннің талабы деп айту керек. Этикасыз демократиялық, құқықтық, кәсіби мемлекет құруда мүмкін емес. Этика мемлекет басқарудың тиімділігін, қабылдаған шешімнің сапасын арттырады. Олай болатын болса, бүгінгі заманда этика мемлекеттік қызметтің бағдарын айқындайтын бірден-бір күш деп есептеуіміз керек. Енді әкімшілік этиканың негізгі принциптеріне тоқтала кетейін. Нақты қадап айтатын болсақ, ол билікке адалдық, ниеттің түзулігі, заңдылықты қатаң сақтау, әділеттілік, салқынқандылық, мемлекет мүддесін қамтамасыз ету, ашықтық және жариялылық, жауапкершілік, яғни осы аталған ұстанымдардың барлығы әкімшілік этиканың негізгі принциптері болып танылады. Демек, мемлекеттік қызмет профессия ғана емес, сонымен бірге өмір сүру салты деп қорытынды жасасақ, дұрыс қой деп өзім ойлаймын. Тағы бір айтатын мәселе ол кәсіби этиканың негізі патриотизм. Отан алдындағы борышын сезіну, елге, халыққа қызмет ету үлкен маңызды мәселе. Мен айтар едім, мемлекеттік қызметте патриот емес адамдарға орын жоқ деп.
патриоттық сезімі төмен мемлекеттік қызметшіге мемлекеттік қызметте орын жоқ. Себебі мемлекеттік қызметші біріншіден ол отанын сүйетін, еліне, халқына қызмет істейтін патриот азамат болу керек. Күнделікті өмірде ақылды адам және адамгершілікті адам деген ұғымдарды біз жиі естиміз. Бүгінде тек білімді болу жеткіліксіз. Адамгершілік құндылықтан жұрдай болу өте қауіпті. Сондықтан да адамгершілік қатынастардың дамуына ерекше мән беру бүгінгі күннің талабы. Демек, демократияның дамуы адамдардың моральдық дайындықтарына тікелей байланысты. Біз көп жағдайда демократияны адамдардың моральдық этикалық дайындықтарынсыз қоғамға енгізгіміз келеді. Ондай іс-әрекет кейде нәтижесін бермейді. Нәтижесі жақсы болмайды. Демократияны жалаң түсінудің арқасында, яғни көптеген келеңсіз жағдайларға қоғам ілігіп жататын кездері болады. Демек, демократияның дамуының өзі адамдардың моральдық дайындықтарымен тікелей байланысты деген сөз. Олай болатын болса, демократияның дамуы мен моральдық этикалық құндылықтардың дамуы бұл бүгінгі мемлекет басқарудың тиімділігін арттыратын бірден бір күш деп мойындауымыз керек. Этикаға мемлекет тарапынан мән беріліп отырғаннан кейін этиканың инфраструктурасы да қазір қалыптасып келе жатыр. Мысалға айтайық, этикалық кодекс, яғни Қазақстан Республикасының ар-намыс кодексі жақында қабылданған. Арнайы заңдар бар. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар заңы. Нақы болмаса мемлекеттік қызмет туралы заң, қоғамдық бақылау туралы заң, тағы басқа да заңдар. Нақы болмаса стратегиялар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат стратегиясы 2015-2025 жылдарға арналған. Этика бойынша өкілдер институты құрылып жатыр. Этика бойынша оқыту, біліктілік көтеру семинарлары ұйымдастырылып жатыр. Бұлардың барлығы нені көрсетеді? Бұлардың барлығы, яғни бүгінгі кезде осы этиканың мемлекеттік қызметтегі инфрақұрылымының қалыптасып келе жатқандығын көрсетеді. Енді Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексінен үзінді келтірейін. Бірінші, осы кодексте мынандай жолдар бар. Қазақстан халқының бірлігін және ұлтаралық келісімді сақтауға, мемлекеттік және басқа тілдерге құрметпен қарауға міндетті деп айтылған. Әділетті, қарапайым, шынайы және әділ шешім қабылдау. Шешімнің заңнамалық негізін қамтамасыз ету. Мемлекеттің мүддесіне зиян келтіретін істерге қарсы тұру. Қызметті тиімді атқару үшін кәсіби біліктілікті арттыру керек деген сияқты, яғни мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс кодексінде осындай талаптар қойылған. Демек, мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметте ұлтаралық келісімді сақтауға және басқа тілдерге құрметпен қарауға міндетті. Яғни мемлекеттік қызметшілердің қойылатын бірден бір талаптың өзі осы. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшінің ар-намыс кодексінде қабылданатын шешім қашанда әділ болу керек. Ол шешім заңнамалық негізде, заңдық негізде, заңның аясында жүру керек. Сондықтан да бұндағы басты мақсат мемлекеттің мүддесіне зиян келтіретін істерге қарсы тұру, мемлекеттің қызметтің тиімділігін арттыру. Яғни Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексінде осы талаптар нақты көрсетілген. Бұны мемлекеттік қызметшілер орындауға міндетті. Келесі мәселе мемлекеттік қызметшілердің этикасын көтеру жолдары. Өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызметке қазір
конкурс нәтижесінде ғана қабылданады. Заңда көрсетілгендей, яғни карьерлік жүйені жетілдіру, мемлекеттік қызметшілерді әлеуметтік тұрғыдан қорғау, 3 жылда 1 рет біліктілікті көтеру, еңбек нәтижесі бойынша жалақы төлеуге көшу, жаңа этикалық кодекстердің талаптарын енгізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды күшейту, меритократия принциптерін енгізу, бұл мемлекеттік қызметшілердің этикасын көтерудің бірден бір жолдары екені белгілі. Яғни, бұлардың негізгі қағидаларына тоқталатын болсақ, кәсіби этиканың, яғни біріншіден жауапкершілік, құзыреттілік, құпияны сақтай білу, мемлекеттік мүддені қорғау, ашықтық және жариялылық, тағысын тағылары. Бұлардың барлығы бүгінгі мемлекеттік қызметтегі күнделікті қолданылып жүретін, орындалып жүретін талаптар, этикалық талаптар. Ендігі екінші мәселе басшының кәсіби және тұлғалық имиджіне байланысты әңгіме қозғағым келеді. Соңғы кезде мемлекеттік қызметшінің имиджі туралы, яғни оның абыройы, оның бейнесі, оның болмысы бәрі халықтың көз алдында өтіп жатыр. Солардың бір ғана несін айтайын, мысалға адамдарды сыйлай білу, көмек көрсетуге дайын тұру, өтініш талаптарын келген адамдардың тыңдай білу, шиеленістер мен кикілжіңдерді шеше білу. Бұлардың барлығы басшының кәсіби имиджіне, тұлғалық имиджіне тікелей әсер ететін факторлар. Басшының жағымды имиджін қалыптастыру бүгінгі күннің талабы. Басшының имиджін қалыптастыру мына жағдайларға байланысты. Басшының кәсіби біліктілігіне, жеке тұлғалық қасиетіне, іскерлігіне, тиімді басқару командасын құра алуына, өз бетінше шешім қабылдай алуына, мемлекеттік тілде сөйлей алуына да, бұл да мемлекеттік тілде сөйлей алуы, яғни басшының имиджін көрсетеді. Өздеріңіз білесіздер, соңғы кездері осы мемлекеттік тілде сөйлеу мәселесіне де ерекше назар аударып отырмыз. Өйткені себебі сол халықтың тілінде сөйлеу, сол халыққа қызмет ету деген сөз. Сол халықтың тілінде сөйлеу, оның мәдениетін, салтын, дәстүрін құрметтеу деген сөз. Бұл да, яғни халық пен биліктің арасын жақындататын үлкен бір жаңағындай фактор. Мемлекеттік тілде сөйлей алу қазіргі жағымды имиджді қалыптастыратын бірден бір күш. Өкінішке орай біздің кейбір мемлекеттік қызметшілер өзінің мемлекеттік тілінде сөйлей алмай жатады. Ол халықтың ызасын, ашу ызасын тудырып, оған деген, яғни жағымсыз имиджді қалыптастыруға әсер етеді. Сондықтан да мен айтар едім, мемлекеттік қызметші мемлекеттік тілде сөйлей білу, ол жағымды имиджді қалыптастырудың бірден бір факторы деп есептеуге болады. Енді имидж туралы айтатын болсақ, имидждің моральдық жаңағындай көптеген жаңағындай қасиеттері бар. Моральдық имиджге жататын қасиеттер біріншіден әділеттілік, қарапайымдылық, қоғамдық парызды сезіну, іскерлік, мақсатшылдық, шыдамдылық, тәртіптілік деген сияқты. Дұрыс шешім қабылдай білу. Бұлардың барлығы моральдық имиджге жататын қасиеттер. Сонымен қатар бүгінгі мынау имиджология деген пәнде имидждің өзін 3 түрге бөліп қарайды. Біріншісі вербальдық емес, қатынас мәдениеті, яғни кинетикалық имидж дейді. Екіншісі вербальдық мәдениет, сөз сөйлеу мәдениеті, сөздің эмоционалдық сипаты, паразит сөздер, тембр, шапшаңдық, пауза. Үшіншісі габитарный имидж деп аталады. Яғни адамның сыртқы пішіні, киім жарасымдылығы, түстік сәйкестігі, үстіне киетін киімі. Қазір біздің министрлікте осы мәселеге де ерекше назар аударып отырған айта кеткім келеді. Яғни мемлекеттік қызметшінің жүріс-тұрысы, киім киісі қалай болу керек? Жұмыс уақытында қалай жүріп тұру керек? Жұмыстан тысқары уақытта қалай жүру керек? Бұлардың барлығы
заңды тұрғыдан талап етіледі. Ал егер де орындалмаған жағдайда оларға шарада қолданылады. Сондықтан да мынау габитарный имидж деген мәселеге бүгінгі күні біздің министрлік ерекше назар аударып отыр. Жалпы имидж ұсақ нәрселерден де қалыптасады. Мысалға айтайық, жұмыста жиі кездесетін ситуациялар бар. Кабинетіңізге келген адамды сіз қалай қабылдайсыз? Егер де сіз мынау этикалық тұрғыдан кабинетіңізге келген адамды шығып, орныңыздан тұрып қарсы алсаңыз, бұл өте құптарлық жағдай болып есептеледі. Ал орныңызда отырып берген сәлемді алмасаңыз, ол сіздің имиджіңізге де жағымсыз кері әсер етуі мүмкін. Тағы бір мысал, соңғы кездері қол беріп сәлемдесудің орнына құшақтасып сүйісу орын алуда. Оған сіз қалай қарайсыз? Жақын таныс емес адамды сүйіп қарсы алу дұрыс па? Егер сіздің ол жақын танысыңыз болса, ол дұрыс. Бұрыннан көптен біргестесіп келетқан жаңағындай азамат болса, азаматша болса, ол дұрыс. Ал танымайтын адамды құшақтап сүюдің өзі мысалға ол этикалық талаптарға жатпайтын нәрсе. Демек, бұл мәселеде имиджді қалыптастыруға әсер етеді. Или болмаса, пікірлесіңізді тыңдай білесіз бе? Қалай сіз тыңдай аласыз? Тыңдай білу мен сөйлей білуден де маңызды екенін есте ұстаған дұрыс. Тыңдай білу өте қажет. Біз көп жағдайда мысалға келген адамды тыңдамай, телефондар әсер етуі де мүмкін. Келген адамды басынан аяғына шейін тыңдамай, жаңағындай жұмыс бабында басқа жаңағындай факторлар, жаңағындай ауластыратын факторлар жаңағындай орын алуы мүмкін. Осы кезде сіздің имиджіңіз туралы да ол кісінің жаңағы жағымсыз көзқарасы да қалыптасуы мүмкін. Олай болатын болса, келген адамды басынан аяғына дейін тыңдау, айтып отырған адамға тура қарап, жан-жағыңа жалтақтамай, айтатын жауабын қашанда салмақты айту, бұл да сіздің имиджіңізді қалыптастырады. Артық уәде бермеуге тырысу керек. Бәрін орындаймын, бәрін бітіремін деген сөзден аулақ болғанда артық деп ойлаймын. Сондықтан да имидж деген мәселе бұл ішкі адамның жан дүниесіне де, оның сыртқы жан дүниесіне де, сыртқы дүниесімен тікелей байланысты. Тіпті біздің мысалы күнделікті іскерлік жазу мемлекеттік қызметтік имиджін қалыптастырады. Дұрыс жазылған бұйрық, нақа болмаса ұқыпты жазылған хат адамдарға қатты әсер етеді. Ал егер де дұрыс жазылған хат дұрыс жазылмайтын болса, ол сол мекеменің или сол басшының имиджі туралы да ой қалыптасады. Олай болатын болса, дұрыс жазылған қызметтік хатты өнер туындысы деп те қабылдауымыз керек. Құжаттық хатта көп шұбалаң сөздерге жол бермеу керек. Бұл іскерлік этикет талабы деп қабылдаған дұрыс. Демек, имидж дегеннің өзі, ол тек қана адамның ішкі жан дүниесімен байланысты емес, ол сыртқы үстіндегі киіммен де байланысты емес, сонымен қатар оның дүние танымына, оның құндылықтарды қабылдай білу деңгейіне, дұрыс бағыт ұстануына да тікелей байланысты екендігін білгеніміз дұрыс. Сөзімді қорытындылай келе айтатын болсам, этика мен имидж арасында өте тығыз байланыс бар. Этика мен имидж салтқа, дәстүрге, мәдениетке де байланысты. Олай болатын болса, мемлекеттік қызметтің тиімділігі, мемлекеттік қызметшінің ар абыройы, халықпенен мемлекеттің арасындағы байланысты жалғастыруда осы мәселенің маңызы зор деп есептеймін. Және осы бағытта бүгінгі мемлекеттік қызметшілерді тәрбиелеу,
ол мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыратын бірден бір құрал деп айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет.